Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін біз сендермен дәрігердің қабылдауында тақырыбын жалғастырамыз. Екінші сабақ. 6-шы тапсырма. Көп нүктенің орнына жақшадағы қажетті сөзді жаз. Ставь пропущенные слова. Открой скобки. Выбери правильный вариант. Это письменное задание. Начинаем. Әнелдің басы ауырды. Ол емханаға барды. Оны отбасы дәрігері қарады и так далее. Открываете скобки, выбираете правильный вариант и записываете. Потом подчеркиваете слова, вставленные слова. 7-ші тапсырма. Суретке қарап диалог құрыңдар. Мезгіл үстеу мен мекен үстеуін қатыстырып әңгімелесіңдер. Составьте диалог. Используйте наречие места и времени. Например, это примерный диалог. Вы должны составить свой диалог. Әлібек аяғын ауыртып алған еді. Күнде емханаға барады. Дәрігер, бүгін қандай кеңес бересіз? Бүгін Әлібек аяғыңа жаттығу жасаймыз. 8-ші тапсырма. Суретке қарап сөйлем құр. Оқиғаларды сипаттап жаз. Дауысты дыбыстардың астын сыз. Составь предложение, вставь вместо картинок слова, подчеркни гласные буквы. Мысалы, например, бүгін мен емханаға бардым. Дәрігер менің жүрегімді тыңдады. Теперь подчеркиваем гласные буквы. Можно карандашом, можно зеленой пастой. И так далее. Дальше продолжаем сами. Келесі 9-шы тапсырма. Әр қатардағы артық сөзді тап. Себебін түсіндір. Қатаң дауыссыз дыбыстарды анықта. Найди лишнее слово в каждом ряду. Назовите глухие согласные буквы. Например, первый ряд. Дәрігер қабылдау, тосап, тыңдау. Слово дәрігер переводится врач. Қабылдау – принимать. Тосап – варенье, тыңдау – слушать. Какое слово здесь лишнее? Я, тосап. Енді теперь глухие звуки. Қатаң дауыссыздар. В первом ряду Қ, Т, С, П. Келесі екінші қатар, второй ряд. Дәптер, кітап, сызғыш, қан тапсыру. Дәптер, тетрадь. Кітап, учебник, сызғыш, линейка, қан тапсыру, сдать кровь. И лишнее слово у нас қан тапсыру. Қатаң дауыссыздар. Т, К, П, С, Ш, Г. И так далее. Дальше продолжайте самостоятельно. Говорите, какое слово лишнее, и выделяете глухие звуки. Келесі 10-шы тапсырма. Сөйлемді толықтырып жаз. Дополни предложение по тексту. Здесь работаем с текстом. Это 3-е задание. Например, первое у нас слово есть глагол бардым. В тексте ищем это слово и переписываем это предложение. Мен бүгін анаммен таңертең емханаға бардым. Келесі 11-ші тапсырма. Кім сөз біледі ойыны? Әріптерден сөз құраңдар. Оны буынға бөліңдер. Буынның қай түріне жататынын анықтаңдар. Составьте из букв слова, разделите эти слова на слоги и определите вид. Например, слово емхана. Делим емхана. Теперь определяем вид слова. Например, ем. Мы знаем с вами, что есть 3 вида. Ашық буын, бітеу буын, тұйық буын. Келесі, есте сақта, запомни. Мен емханаға барамын. Мен қан тапсырдым. Тісімді тексерді. На этом мы закончили урок. Подпишись на канал и поставь лайк. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау бол.